Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазіргі таңда хит болып жатқан кукис печеньесін дайындайтын боламыз. Оригинал рецептпен бөлісетін боламыз. Ең алдымен творожный сырымызға қант ұнтағын қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қолымыздың көмегімізбен жаңағы осындай шареттер жасап шығамыз. Енді мұздатқышқа осыларды қатырып қоятын боламыз. Енді печеньемізге керек ингредиенттеріміз, ол бізде сары май, жұмсақ қант, жұмыртқа, ұн, какао, қопсытқыш, кішкене тұз, шоколад керек болады. Мөлшерлердің барлығын осы видеоның описание бөліміне жазып кететін боламын. Енді жұмсақ сары майымызға қантымызды қосып, осылай қолымызбен немесе венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, үстіне какао, қопсытқы және тұз, кішкене ас содасын салып, барлығын жасап тұрып араластырып аламыз. Біртіндеп салып, қамыр илейтін боламыз. Қолымыздың көмегімен ақырындап илеп шығамыз. Қасықпен басында араластырып аласыздар, сосын барып қолыңызбен илейсіздер. Достар, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Кішкене қызыл краситель қосамыз. Және жақсылап тұрып араластырып қамыр илейміз. Міне бізде осындай қамыр шығады, қолға жабыспайтын. Енді үстіне шоколадымызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді қамырымызды шамамен 7 бөлікке бөліп шығамыз. Кукис печеньесінің ерекшелігі бізде өте үлкен болып шығады. Осы қамырдан, осы ингредиенттен 7 печенье шығады. Енді печеньемізді алып, осылай видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Ортасына біз қатырып қойған жаңағы салмамызды салатын боламыз. Міне бізде осылай болып шықты. Енді 180 градусқа шамамен 25 минуттай пісіріп аламыз. Кукис печеньесі өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ болып, міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Және де өте оңай жасалады. Бастапқы кезде өте жұмсақ болып шығады. Кішкене суыға берсеңіздер, кішкене қатып, жеуге өте ыңғайлы болады. Шаймен ішкенге өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге рецепт ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.